Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай, аман есенсіздер ма? Бүгін зейнетақы туралы әңгіме айтқым келеді. И тохетері әйел кісілерге, әйел адамдарына 50 жас деп мен бүгін көзім жетті. Өйткені 50-ден кейін әйел адам қатты шаршайды екен. Алжып, әсіресе мұғалімдер өтірік 50 жаста әлі жасайды жұмыс, денсаулық бар деген бәрі өтірік. Бір баласы болсын, 10 баласы болсын, 50 жаста болды зейнеткерлікке шығу керек. Ер адамдарда 60-қа келеді деп мен ойламаймын. 55 жас ары кетсе болды. Кім қалай ойласын, кім не деп ойласын, әйел адамдар 50 жас, ер адамдар 55 жас. Енді ары қарай балериналар бар, жаңағыдай полиция қызметкерлері 35-45-те шыға жатар енді олар.